Ассалаумағалейкум бәрілеріне. Жылқыдан кәуап жасаймыз, кәуап. Оны жылқының қай жеріне аламыз? Көгетін аламыз. Көгетін аламыз, соның астындағы шеміршек бар ғой, соны аламыз. Содан кәуап жасаймыз. Тай 2 жасар. 2 жасар жоғары уже қаттылау болады. 2 жасқа дейін тайлардан жақсы кәуап болады. Мына бір көгеті, шеміршек. Доброго дня. Шашлык из конины будет. Это молодой жеребец. Казы. Остатки вот мяса. И вот хрящи. Край ребра. Будет шашлык из конины. Жылқының кәуабын жасаймыз. Кәуап. Білесіңдер қай жерде? Ол мына шеміршек. 2 жасар тайдан шеміршегінен, шеміршектің қасындағы көгетіне. Осыдан кәуап жасаймыз. Қалған жері енді обал, қалған жері қазы, қарта, оны асу керек. Беш бармақ жасайды. Арасына күрдік құйрық май қосамыз да жасаймыз. Міне шеміршектер жылқының жиналып қапты. Шеміршек, көгет. Қазір кішкене кәуап жасаймыз. Төс жағы. Төс жағынан да жасап жүруге болады. Вот. Хрящики собрались. Конина. Көгет. Будем шашлык делать. Жылқының кәуабын жасаймыз. Мұнда мына сарымсақ, пияз. Қанша кило? 1 килограммға біреу ғой. Дәу. Көреміз қанша килограмм болады. Уксус, приправасы, майонез, сүйек май. Қазір бірінші етін кесеміз, көгетін. Көгетін кесейік бірінші. Ингредиенты для шашлыка: лук, уксус, приправа, майонез, масло растительное. Будет шашлык из конины, из хрящей конины. Шеміршектер. Ертең ана решеткаға саламыз бұларды. Көгеті бұл шампурға кетеді. Шеміршектер мынау төстерін. Төстерін көкке алып жатырмын. Көреміз. Ребрышки конины. Хрящевые ребрышки разрубили. Это вот мясо. Конина, это хрящевые ребрышки. Сейчас посмотрим, сколько килограмм. Это вот груденькие чуть-чуть. Может, на природу я вытащу это. Все, классический рецепт это будет. Лук, уксус, приправа, майонез, масло растительное, соль. Классический рецепт. Добавляем, короче, сейчас взвесим вместе с ведром. На килограмм чайная ложка. Потому что еще приправа есть, там соль есть. Осындай классический рецепт жасаймыз. Шеміршектерден, жылқының шеміршектерінен шауып міне. Төсінде бірге мариновқа кетеді, бұны көкке алып шығамын. Тұзды қанша килограмм болады, соны есептеп, 1 килограммға 1 қасық шай қасығы. Өйткені мына жетеде тұз бар, жетеді сол. 6,5 килограмм екен. Міне осындай 6,5 килограмм болса, осындай 7 қасық саламыз. Тұз 6,5 килограмм. Вот таких 7 чайных ложек соли. Приправа 3 касок. 3 ложки приправы. И майонез, что дома нашел. Или так, майонез. Бәрін араластырам. Содан кейін пиязды қосам, газ турап. И таңертең уксус. Таңертең ерте уксус қосам да, уксустан кейін 4 сағаттан кейін бұны қуырамыз. Вот добавил приправу майонез. Сейчас лук добавим через блендер. А уксус я добавляю утром. До жарки, когда часов 6 останется. Потому что сейчас уксус добавишь, он весь лук, короче, аромат съедает.
А это будет стоять всю ночь с луком. Сейчас примерно полночь. Утром в 6 добавим уксус разбавленный. Это на 100 грамм уксуса пару чайных ложек. Она кислинкой, подкисленной была, как на шашлыки наливаем же. Такой уксус должен быть. 100 грамм суға 2 қасық уксус осындай. Қышқыл болады, қышқыл. Ана кебапқа өзі бутылкамен құяды ғой, сондай. Сұйық май. Растительное масло. Через блендер. Хватит столько. Бесеуі жетеді. Блендермен өткізіп қосамыз. Прокручиваем не сильно. Қатты айландырмаймыз. Кусками что. Вот, нормально. Айландырып ұстадық. Қазір араластырамыз. Все прокрутили. Сейчас будем мешать. И есть летний один ингредиент. Сейчас будем добавлять ее с огорода. Енді соңғы шөп. Жаздық. Бақшадан алып келіп. Кинза. Вот. Последний ингредиент это кинза с огорода. Чуть-чуть засел, он, ладно. Бәрін жасап қойдық. Мына соңында жарты сарымсақты, пиязды турап бетіне салып қоям. Бұл енді 6 сағат тұрады. 6 сағаттан кейін таңертең сумен разбавленный уксусты қосам. Все, теперь 12 часов будет стоять. Я обычно 12 часов ставлю. В прохладном, хорошем месте. Вот в оконцовке я кинзу добавил и пол лука накрошил сверху. Прям замел, поставил. 6 часов до утра будет стоять. И утром еще на 6 часов разбавленный уксус добавим. Там на 100 грамм 2 столовые ложки. И вот такой шашлык. Вообще этот классический рецепт на все мясо. Когда окорочка, это майонеза побольше и все. Так. На решетке и на шампура. Так, міне палочкаларға кигіздік. Сеткаға отырғыздық деп. Қазір оны қақтаймыз, қуырамыз деймін. Все, нанизали на палочки, на сетку поставили. Будет шашлык из конины. Вот жағып бастадық. Қазір шоқ қыламыз, шоқ керек. Начался костер. Сейчас будем ждать угли теперь. Шоқ дайын болды. Угли готовы. Жылқының кебабы. Шашлык из конины. Попробуем. Короче, в следующий раз между ними курдючный жир будет уложить здесь. Араларына құйрық май салып, сонымен көрем. Дәмі мощный болады жар енді. Көгет, шеміршектер. Запашок. Исінәй дейді ғой. Бүткіл көршілер мұрындарын көтеріп атқан шығар. Асқа тағы да шашлык жасап жатыр. Опа, вторая сторона осталась. Эта сторона все. Бір жағы пісті. Болды пісті. Все готово. Сейчас этот. По 30 секунд с каждой стороны поддержим.
Енді нанды бір 30 секунд екі жақта. Так, болды. Нанды сыдыр. Опа. Все. Нан. Білмеймін қалай ыстық па? Ыстық емес. Шашлык из конины. Жылқының кебабы. Мынау шеміршектер. Мужин. Шеміршек. Кебаб шеміршек мужиндар. Ай, көгеттерін алып. Дәмі жақсы болу керек. Мен әдияны кептірген жоқпын көбірек. Нормально дәмді. Алихан сестрасы ма? Қалай? Дәмді ме екен? Алихан, мұжы шашына. Мен деймін мұжы. Дәмді, е? Жылқының кебаб шеміршектері. Қазының шеті. Еркеш, қалайсың? Есінде бар ма? Асыраған қол. Молодец. Красавчики. Не дейсің? Өстіңдер ма? Енді өстіңдер. Рыбалкаға барамыз. Не? Қазір шашлык жейміз. Барасың? Ютубқа кетесің. Ютубқа кетесің. Бокс, давай, бокс. Кішкентай қол алыпсың ғой, дәуді алу керек. Алихан ем дәу алмадым. Дәуін алдың ба? Айока, молодец. Летний тапчан. Тазартып жатыр. Так, екінші рет жасаймыз, екінші рет. Кешке жақын жасадық, жедік, енді күндіз қалған. Нұрсапиндар келген осыларға шашлык жасаймыз. Мұхамедияров, Нұрсапин. Жылқының шеміршегінен кәуіп жасап жатырмыз. Балалар жейді қазір, балаларға. Қонаққа келген. Міне Нұрғиса мен Ақниет келіп, қазір кәуап жейді, е? Ja. Иісі қалай, мүңкіп тұр ма? Жылқының шеміршегінен. Қашан рыбалкаға барасыңдар ма мен? Ja. Великтерің бар ма? Новосада бар. Ерасылда бар ма? Да ты. Приступаем. Мен подписчиктарым. Мұжисыңдар бұны, мұжисыңдар. Жетеді. 4-5, 6-7. Мен есептемесейші Алихан. Біреу ғана әкел. Армандашпейді, керегі жоқ. Дәмін көрсін. Маған да құлпысы. Қуатым ғой. Жылқының кәуабы енді мұжитын адамдарға ғой, мұжитын адамдар.
Ну, мариновка мощный болған. Міне, моя аудитория хорошо кушает. Жұмсақ дейді. Жұмсақ жеп отырмын. Ақылет. Қандай екен? Вот, синхронно. Давай. Да, реально вкусно.